Сәлем оқырмандарым, менің каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен кеше мынандай дүние сатып алдым, бельгийский вафли жасайын деп. Мен соны жасап көрсем ба деген ойдамын. Мына сапасын көреміз, аса қымбат емес, 3-ақ мың теңге тұрады. Осыдан қазір вафли жасаймыз. Ең бірінші вафли жасау үшін 3 жұмыртқа, яғни 3 жұмыртқаны жарамыз. Енді осы 3 жұмыртқаны блендерға өткіземіз. Осы миксерді жаздан бері қолданбаппын. Клетте қалып қойыпты. Кішкене сатал болып тұр. Неғып сатал деп сөйлеменіз дейді қойыншы. 100 грамм қант қосамыз. Енді көз мөлшермен тәтті болғанын қаласаңыздар, қантты көп қосасыздар. Егер қатты тәтті емес болған қаласаңыздар, онда кішкене сәл аз қосасыздар. Мен көбірек қостым, өйткені тәтті болғанын қалап тұрмын. Қостым. Енді блендер деп қоямын, миксер екен ғой, мен енді блендер деп сөйлеп қоямын да. Осы миксерді өткіземіз, қант пен тұз еру керек 3 жұмыртқадан. Енді сәл ғана осындай көз мөлшермен сұйық май қосамыз. Мен маргарин майда салып алдым, қазір газға ертіп жіберемін. Үйде тарсылдап тұрып жанып жатқан пешім бар, сол пештің үстінде осы майды ертіп жатырмын. Міне, кішкене ғана еріді, осыны құямыз. Енді 200 грамм ұн қосамыз, соны миксермен өткіземіз. Оны ары бері шаша кетпеу үшін осылай жасаймыз. Мынаның ішіне толтырамыз. Мынандай сыртына шығып кетеді екен, артық салсақ. Бірақ аз салуға да болмайды, шығып кеткен іштен кетпейді. Пісті. Осындай бельгийский вафли 7 минутта пісады екен. Сонымен бельгийский вафлиміз осылай әдемі болып пісті. Өте дәмді. Бұның үстіне сгущенка, варенка или варенье салып жеуге болады. Осындай ас болсын. Күрішпен менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.